Ассалаумағалейкум, тарих сүйер қауым. Бүгінгі әңгімеміз қазақтың әдет-ғұрпы, салт-дәстүрі, соның ішіндегі ең айрықша орын алатын сөз обал болады. Обал болады жай сөз емес, күнделікті көп айтылғасын ба, құлақтарымыз үйреніп кеткен көп мағынасына үңіліп мән бермейміз. Негізі оның терең мағынасы бар. Сол жайлы әңгіме құрсақ. Қазақ мұсылман дінін қабылдамастан бұрында тарихымыз тереңде жатып, обал болады баяғыдан бар ұғым негізінде, яғни қазақ көшпенді болғасын, сол табиғаттың бір бөлігі деп санаған, яғни табиғаттан өзін жоғары санамаған. Сондықтан да қазақ үнемі жан-жануар, жәндік болсын, тірі емес болмасын, өсімдік болсын, бәріне обал деген ұғыммен қараған. Яғни қазақ үнемі өзін тәрбиелеген және де болашақ балдарында сол ұғымға үйреткен. Қазақ айтқандай, болашағың ойласаң бесігің түзе деп. Соның ішінде ең көп қолданатын ұлттық ар-ұят кодексін құрайтын бұл үш түрлі ұғымның мағыналық айырмашылықтарын үңілсек, ол жаман болады және обал болады, сосын ұят болады деген үш ұғым бар. Соның ішінде обал, яғни жай ғана ысырапшылдық немесе ашкөздіктен без. Әр заттың бұрынғы тәңірге сенген аталарымыз әр заттың өзінің жаны бар және сұрауы бар деп айтқан. Содан шыққан шарматилдің көп нелері судың да сұрауы бар деп айтатын. Қазақ жан-жануардың да және шөптің де қасіреті бар деп санаған. Тек қана қатты бір мұқтаж болмаса ешқашан тиіспеген. Құстың ұясын бұзба, қасіреті бар, шөпті жұлма, оның тамырың жұлма, тамырыңнан үзілесің деп баласын бесіктен тәрбиелеп, санасына құйған кіттай кезінен жаңадан жаңғырып, қайтадан жаңа көзқараспен қарап жатырмыз. Және де қазақ даласына мұсылмандық дін келе бас, Құран кәрімді оқығаннан ол жайында да бар екен. 15-ші аятта және Хашр сүресінде жазған ол жайында. Оның артында өте ауыр азабы бар, іс-әрекет және күнә, қылмыс, азғындық деп түсіндіреді Құранда. Обал сөзінің мағынасы өте кең, яғни ол жай ғана мінез құлық, әдет-ғұрып, жан-жануар, ол бүкіл қоршаған ортаңа мейіріммен қарау және таза жүрегіңмен жақсы көруге баулайды. Яғни адамның өзін жоғары биік санамай, сол қоғамның ортаның бір бөлігін есіне салады. Әр заттың өзінің сұрауы және оның қасиеті бар екен. Сондықтан да себепсіз ысырапты ешқандай жаман әдетке бауламайды. Яғни ол обал сөзі бір үлкен моральдық шектеу болып. Қарапайым мысалға келтіруге болады. Қазақтың нан шашпа, обал болады деген. Яғни нанның шашу ол ысырапшылдық, әрі нанды сіздің дастарханыңызға келемін дегенше қаншама адамдардың тер төккен жайында. Сондықтан бар нәрсеңді қадірлеп, жалғыз өзіңді емес, қоршаған ортаңда келер қоғамды ойлауға кең ауқымды мағыналы сөз деп айтуға болады обал сөзін. Обал сөзін тиімді пайдаланып, болашақ ұрпағымызға жеткізіп үзбей отырсақ, жақсылыққа және адамгершілік пен адалдыққа үйретеді. Сондықтан болашақ ұрпағымызды осы обалдың мағынасын түсіндіріп, әрқашанда әдет-ғұрпымызды ұстанайық. Және де ешкім білмеген сирек кездесетін ұғым, әдет-ғұрыптарымыз болса, комментарийге жазып отырыңыздар. Осы видеоны бөлісіп, лайк басып, өз пікірлеріңізді білдірсеңіздер, менің дамуыма, каналдың дамуына бір үлкен үлес қосар едіңіздер. Алдын ала рахмет тыңдағандарыңызға. Сау болыңыздар.